Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең қаңтардың 21-іне арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Жұлдыздар бүгін тоқтыларға тыныш отыруға кеңес береді. Адам қарасы көп, шулы ортадан аулақ жүргендеріңіз жөн. Егер бір жерге шыға қалсаңыз, достарыңыздың ортасында жүргенде өзіңізді биік қоймаңыз. Торпақтар бүгін жора жолдастарымен бас қосып, жағымды жаңалықтардың бел ортасында жүреді. Өзде өзгелердің бақытына себепші болуы мүмкін. Тек бұл сәтте ерекше аңғарымпаздық танытып, мұқият болған жөн. Бүгін егіздердің екі сыңарда жастық еркеліктерін артқа тастап, ересек өмірді еңсергендей болады. Бүгінгі күннен алар еншілері де қомақта. Тек бақыттан бас айналып, қуаныштан керегесі керіліп кетпесе болғаны. Күні бойы талай еңбек етіп, шаршап шалдыққан шаяндар бейнетінің зейнетін көріп, кешкісін жақсы болып бір тынығасыз. Оны туған туыстарыңыз да қостайды. Бүгін арыстандар достарымен көңіл көтереді. Осыған орай күнін керемет өткізеді. Түстен кейін уақытты сыртқы келбетін жөнге келтіруге арнаған дұрыс. Оларда әлеуметтік мәселелер аз қызықтыратын болады. Жеке өміріне, үй шаруасына, махаббатқа, хоббиге қатысты істермен айналысады. Бүгін сүйіктіңізбен кездесуге бармаған жөн. Есте негативті оқиға ретінде сақталуы мүмкін. Оларды көруге барлығын тық болады. Көпшіліктің алдында бедел артады. Егер таразы жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізгісі келсе, онда алдында барлық есік ашылады. Қуаныштарына орай бұл күн көп табыс пен көп ақша келеді. Бүгін күн мен шолпанның әсеріне ұшырайды. Күн жарық сыйлап, көпшіліктің көзайымына айналуға мүмкіндік береді. Ал мінезіне эгоистік сипат енгізеді. Шолпан сұлулық пен махаббатқа деген құмарлығын арттырады. Өте белсенді, әр нәрсеге қызығып сөзшең болады. Олар ішкі тебіренісімен, білімімен бөлісуге құмартады. Өкінішке қарай көпшіліктің арасында болуға уақыттары жетпейді. Кейбіріне күш немесе тыныштық жетіспей, жалғыз қалуына тура келеді. Бүгін бұрын соңды шеше алмай жүрген жұмыстарыңыз болса, осы күнге жоспарлаңыз. Аздап ақша мәселесінде қиындықтар туындайды, бірақ бұл уақытша ғана құбылыс. Назарыңызды достарыңызға, жаңа таныстықтарға аударыңыз. Жұлдыздар өзіңізге тек жағымсыз әсерін тигізіп, үнемі ұрсып жүретін жандардан бас тартуға кеңес береді. Әрине, жақын адамдарыңызға көмектесіп, қол ұшын созуымыз керек, бірақ үнемі орынсыз сын айтып, біздің дәрежемізді түсіріп қалуға ұмтылатын жандарды ұнатпасақ, олармен жолығудың не қажеті бар? Бүгін олар армандарын жүзеге асыра алады. Өз жасап үлгермеген маңызды жұмыстарды уақытында орындауға достар мен әріптестері көмектеседі. Жоспарларыңыз міндетті түрде орындалады. Тек жабырқамай жүрегіңізді тыңдаңыз. Қаңтардың 21-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».